асқанына қарамастан түрмеге қамалып жақындарынан айырылды. 37 жылдың зобалаңынан қашып Ресей ауып жат жерді паналады. Көкірегіне сыймаған өксік сөзі тіршіліктің ащы шындығын бейнелеген өлеңдері үшін қудалауға ұшырады. Жан сауғалап жүргенде шығармашылығының қомақты бөлігі аттың жалы, түйенің қомында кетті. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар асылдың сынығы айтулы ақын Төлеу Көбдіковтың артына қалдырған әдеби мұрасы мол. Ақын өзі де тас батып тар заманда табаныма, жоқ еді мұндай болу хабарымда, тарихта мәңгі өшпейтін орын берді, ризамын бүгін өлсен заманыма деп өмірден риза болып аттанды. Жалпы Төлеу Көбдіков шығармашылығы кең тынысты, көп қырлы. Ақын түрлі тақырыптарда, жанрда қалам тербеген. Ақынның әдеби мұрасын шартты түрде былайша жіктеуге болады. Ақынның өлеңдері, ақынның эпикалық шығармалары, айтыстары және абай туралы естеліктері. Ақынның шығармашылық қуатын, ішкі толғанысын айқындауда лирикалық шығармаларының орны бөлек. Төлеу Көбдіков лирикасының жанрлық сипаты, ондағы көркемдік дәстүр мен даралық ерекшелікті айқындау сөз жоқ, оның қолтаңбасын, стильдік өзгешелігін байқатады. Төлеу Көбдіковтың шығармаларының тақырыптық аясы мен мазмұны ақын өмір сүрген кезеңдегі тарихи әлеуметтік процеспен үндесіп, сол кезеңнің сөз өнері мәнері мен стилімен дамыды. Көбдіковтың ақындығының бастау көздері жөнінде айтқанымызда, ең алдымен барлық халық ақындары сияқты ертегі аңыз, өлең жыр арқылы бойына сіңген бай халық ауыз әдебиетінде екенін атап өту орынды. Ақын қазақ халық поэзиясының үлгілерін өз өлеңдерінде қолдана отырып, тарихи жырларды айтудың шебері болды. Айтысқа келгенде алдына жан салмады. Мысалы, оқушы жыры өлеңінде оқу білімге шақырған, болашаққа талпынған оқушы сөзі арқылы берілген дидактикалық сарындағы үгіт насихат үлгісі көрініс тапқан. Байтұрсынов, Дулатов, Торайғыров өлеңдерінде, басқа да қазақ ақындары шығармаларында Алтынсарин жол салған, оқу білімге шақырған сарын сол кезеңде күшті болатын. Көбдіков те өз мәнерімен оқушы атынан сөйлейді. Мұғалім берген сабағын екі айтқызбай жаттаймын, кәмелетке жетемін, енді қарап жатпаймын. Қаламым найза қанжардай дәуітімді оқтаймын, жауға қарай қаптаймын, басынан қарғып аттаймын. Ақын қаламын найза қанжардай деген түймеу арқылы өткірлі күштің бейнесі ретінде алады. Болашақтың білімде екенін әсерлі жеткізеді. Ауыз әдебиетінен бастау алып, ұлттық әдебиетте аты мен шығармалары қалған даңқты суреткерлерінің қалам тартқан ерекше саласының бірі жоқтау. Осы көркемдік дәстүр жалғастығын Төлеу Көбдіковтен де табуға болады. Алтын еді қадамы, бір сөйлескен адамы, туысқандай бауыр боп, енді мұндай хал болды. Жайқалған жасыл шалғыным, мәуелеген балдырым, ел көшкен жұрттай дабыл боп, ой шатасып мыйшырып, немене енді тіршілік. Ғасырлар сүзгісінен өтіп, бізге жеткен сөз асылына Төлеу ақында өз үнін қосады. Баласына шығарған жоқтауында тот алмайтын алтыным, жайқалған жасыл шалғыным деп алдыңғы ақындардың жоқтау шығару дәстүрін жалғастырады.